Елімізде сыртқы жарнамаларды қазақ тілінде сауатты жазу міндеттелмек. Парламент өткен аптада көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгертілген заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің екінші отырысында мақұлданған заң жобасы енді парламент сенатына жолданды. Амансыздар ма әлеумет? Бұл бүгін бағдарламасы және біз алдағы бір сағатта қазақ тілінің мәртебесін көтеру, оның мемлекеттік тіл ретіндегі қызметі мен қолданыс шеңберін кеңейту мәселелерін талқылаймыз. Қазақ тілін құжат, коммуникация, телеарна, радио, интернет, баспасөз тіліне айналдырудың мүмкіндіктері жайлы мәселе сізді де толғандырса, төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Сондай-ақ бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалнамаға қатысу мүмкіндіктеріңіз де бар. Экранның шетінде 4 бұрышты QR код тұр. Телефоныңыздың камерасын қосып, соған жақындатсаңыз, біздің Telegram арнамызға қосыласыз. Ол жерде қазақ тіліндегі сыртқы жарнамаларға көңіліңіз тола ма деген сауал бар. Оған иә немесе жоқ деген жауаптың бірін таңдап жауап бере аласыздар. Тақырыпқа ой қоса отырыңыздар. Құрметті студия қонақтары, бүгіннің алаңына қош келдіңіздер. Тақырыбымызды бастамас бұрын сюжетке назар аударсақ. Елімізде жол белгілері, маңдайшалар, ас мәзірі, баға көрсеткіштері және жарнамалық хабарландыруларды ең алдымен қазақ тілінде жазуға міндеттейді. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында парламент мәжілісінің жалпы отырысында көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы осынау заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Заң жобасының мақсаты сыртқы жарнамалар мен әртүрлі маңдайшалардағы басқа да реквизиттер мен көрнекі ақпараттардың мемлекеттік тілде дұрыс жазылуы және мәтіндердің түпнұсқалы аудармасы бойынша қосымша талаптарды белгілеу. Осыған байланысты нақты талаптар енгізілді. Расымен де, ел ішінде орфографиялық, пунктуациялық қателері ағып жатқан жарнамалардан көз сүрінеді. Тіпті тікелей аударма жасағанның әсерінен миға қонымсыз тіркестер пайда болып, кейде ресми бекітілмеген аудармалар жарнама бетінде көзге шыққан сүйелдей бажырайып тұратыны жасырын емес. Бұл заң жобасы күшіне енетін болса, орыс және өзге де тілдерге қажет болған жағдайда ғана аударылатын болады. Әңгіме Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы жайында болып отыр. Мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитеті осы заңның жұмыс тобы болып бекітілген. Бергаға әңгімені сізден бастасақ. Көрдіңіздер, түрлі талаптар бар деп сюжетте айтылды. Бұл заң жобасының артықшылығы қандай? Өзіңізден естейікші. Енді бүгінгі күні жалпы қазақ тілі мәселесі мемлекеттік тіл ретінде әлі де өзінің толыққанды мәртебесін алмай келе жатыр деп айтуға болады. Бұл мысалға қаншалықты біз қазақ тілі деп айтқанымен бүгінгі күні бұл үлкен кешенді мәселе. Соны біз бір жолын ғана үкіметпен бірге қарастырып қабылдадық. Бұл көшедегі жазылып тұрған қазақ тіліндегі қате сөздер. Бұл шын мәнінде ұлттың намысына тиетін сөздер. Қазақы өз елімізде тұрып қате көшеде болсын, дүкенде болсын, қазақ тілінде қате жазылуы, орфографиялық нормалардың сақталмауы және сонымен қатар кейбір осы біздің кәсіпкерлердің көбінесе сондай жауапкершіліксіз қарайды. Аудара салады Google-дан, қарамайды товардың затын. Маңызды емес олар. Қоя салады, былай қарасаңыз қазақша тексереді, қазақша сияқты бұрын талап болған жоқ, түп нұсқаға сай болу керек, екінші қате болмау керек деген мысалы үкімет көтеріп, біз оған қосымша жалпы тілдің осы көрнекті ақпараттағы соның ішіндегі тіпті менюға дейін соңғы бір дау-дамайда көтерілді ғой, кірсе меню бізде ондай бір жоқтығын міндетті түрде қазір мен соны да жазып қойдық. Соған мәжбүр болмыз тіпті соны жазуға. Кірді ме меню қалғанын қасына орысша жаздым, ағылшынша жаздым, қытайша жаздым, өзі біледі. Бірақ міндетті түрде қазақша болу керек дегенді заң арқылы талап етек. Ертең барып сіз барып менюде қазақша қайда бұл сіздің талабыңыз. Енді заң түрінде талап етеді, Құдай қаласа қабылданғаннан кейін. Оны орындамаса, оған ескерту жасалынады, айыппұл төленеді. Сондықтан кәсіпкерлерде енді тілді насихаттай білудің бір тетігі ғой ол да. Сондықтан бүгінгі артықшылығы ең бірінші осы қанша көшеде қазақша дұрысталып, сауатты жазылып жатса, орысшасын қажетті болғанша дегенім, сонда оны оқып жүріп та олар үйренеді. Жолдардағы знактарды да қазақша жазу керек дегеніміз сол. Сосын түп нұсқа қазақ атын аударуға болмайды. Транслитератор болған бұрын. Мысалы Қарағандыны
Караганды деп жазуға болатын. Біз алыпса енді болмайды Караганды деп. Қарағанды ма Қарағанды. Абай көшесі ме Абай деп. Абая емес Абай. Даже улица Абай деп айту Қонаева керек. дейміз біз мысалы. Қонаев болу керек. Сол өз түп нұсқасында қалай түп нұсқа солай болу керек қазақша. Жаңа Аққұлы деп мысалы айтып сол Аққұлы деп аудармайды енді Аққұлы деген сол қазақша. Бірақ ол орысша болмайды деген емес, сол Заречный деген көше Заречный болып қала береді. Бірақ қазақ тұмысқан орысшаға ауыстырмайды. Бейбіттер бейбут, оралдар арал болмайтын болды ғой. Тәуелсіздік деп ол енді ұлтқа намысқа тиетін заттар ғой. Ол түп нұсқа қазақ тілі қалай бар, солай жазылады. Қасына улица стрит деп жазар. Бірақ негізгі бір жаңа өзіңіз қойған сұрақтың ерекшелігі сол. Заң жобасы сіз айтып отқан мәселелерді толық шешеді деп сенесіз ба? Бұл заң. Мемлекеттік тілдің мәртебесіне әсер болады ғой? Жоқ, бұл жалпы мемлекеттік мәртебесіне көп әлі. Бұл бір бөлігі ғана ғой, бұл бір тетігі ғана, біз тек көрнекі ақпарат арқылы ғана. Бұның басқаша жолдары көп қой, мемлекеттік тілдің қазақ тілін әлі дамуды талап етуді күшейту, оны насихаттау жұмыстар өте көп. Біз бұл ең бірінші заң, бұл заңның орындалуын біз бүкіл қоғам болып соны қамтамасыз етуіміз керек. Ол тек қана прокуратура, сот немесе үкімет емес, әкімшілік, бүкіл қоғам болып міне заң қабылданды ма, соны талап етуіміз керек, соны қолдануын қамтамасыз етуіміз керек, қоғам ретінде, әрбір азамат ретінде. Сондықтан заң болғасын ол міндетті түрде орындалу керек. Кәсіпкерлердің жауапкершілігін күшейтеміз осылай. Кәсіпкер бір жағынан, екіншіден әрбір азаматтың жауапкершілігі. Ендігі немқұрайлы болмау керек. Қате көрінді ме, оны дұрыстату керек. Ол қатеге айтып жүрміз ғой, біз күліп үйреніп кеттік те, бір үйреншікті нәрсе емес. Ол күлетін нәрсе емес, жылайтын нәрсе ғой ол, мысалы. Балалар да өсіп келе жатыр, көрді қате. Солай шығарды бір мектепте жазады ертең. Мен көшеде көрдім осылай жазылатын деген сияқты болмасын. Сауаттылықты көтеру, сауатсыздықты қазақ тіліндегі. Ғабит мырза отыр. Сізге қойықшы сұрақты. Осы уақытқа дейін бұндай мәселелер бары айтылды, жазылды, Берік ағамыз айтып отыр, түрлі мәселелер көтерілді. Осы уақытқа дейін дәл осындай проблемаларды шешудің басқа да жолдары болды ма? Сіздер не жұмыс істей алдыңыздар? Бұлай деп айтайық, мынау көрнекі ақпараттың бір тілде, көбінде орыс тілінде жазылуы, содан кейін мынау мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі көрнекі ақпараттың мәтіндерінің бір-біріне сәйкес келмеуі проблемасы орын алып тұрған осыған дейін. Тіл саласындағы орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға осындай көрнекі ақпараттағы сәйкестіктерге байланысты 2018 жылы 12.800, 2019 жылы 12.900 арыз шағым келіп түскен. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының үкіметі 12.900 шағым бір-ақ жылда. 19 жылы, осыған байланысты Қазақстан Республикасының үкіметі 2020 жылы 30 қазанда өз қаулысымен парламент мәжілісіне Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын енгізді. Бұл заң жобасының негізгі мақсаты орфографиялық дұрыстықты қамтамасыз ету және мемлекеттік және орыс тіліндегі көрнекі ақпарат мәтіндердің тек түпнұсқалығын қамтамасыз ету болған. Содан кейін бұл жерде Берік мырза айтқандай, енді жалпы сіздің сұрағыңызға жауап бере кетейін. Тіл комитеті, білім және ғылым министрлігі, тіл саясат комитеті әкімдіктермен бірлесіп, біздің енді былай тікелей құзыретіміз болмаса да, біз осындай жағындай сәйкес келмеуді жою, соның алдын алу мақсатында кәсіпкерлерге әдістемелік көмек көрсетіп отырамыз. Барлық өңірлерде тиісті кол орталықтар, жедел желілер жұмыс істейді. Аудармасын кәсіпкерлер үшін кей жағдайда тіпті өздері аударып беріп отырады. Немесе жағында берген аудармасын түзетіп беріп отырады. Кәсіпкерлерді бірден жағадан алып, бірден жауапқа тартпайсыздар, көмек көрсетесіздер. Ал бар жағы 12.900 болды, осы қалпында қалды дегенді білдірмейді. Олардың басым көпшілігі түзетіліп, яғни қайтадан түзетіліп, сауатты түрде қайта орналастырып тұрады. Енді мынау заң жобасын 13 заңнамалық актімен кірген, қазіргі кезде парламент мәжілісінде, жаңа Берік мырза айтқандай, сенатқа шықты ғой бұл заң жобасы. 16 заңнамалық актіге өзгерістер енгізілді. Бұл жерде тағы бір артықшылығы, жаңа Берік мырза айтып отырғандай, бұрын
қазақ және орыс тілінде болуы талап етілетін. Енді мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері, маңдайшалары, сонымен қатар хабарландырулар, жазбаша жарнама, меню, прескурант, баға көрсеткіштері, тағы басқа көрнекі ақпарат түрлерін қазақ тілінде қажет болған жағдайда орыс және немесе басқа тілде жазуға бұл заң жобасы мүмкіндік береді. Бұл Конституцияға қайшы келмейді. Конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағында мемлекеттік ұйымдардың қызметінде мемлекеттік тіл және онымен тең орыс тілі қолданылады деп жазылған. Мемлекеттік емес ұйымдарға келетін болсақ, ол туралы тіл туралы заңның 8-ші бабында айтылған. Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде мемлекеттік тіл және қажет болған жағдайда басқа тілдер қолданылады деген. Яғни заңнама талаптарына толық сәйкес келіп тұр. Түсінігіміз бойынша тек қазақша? Яғни ол былай болады, қажеттілік бойынша. Яғни бұрынғы кездері мысалы бір сөздерді жазатын болсақ, жарнаманы, бұның енді басқа тілдегі вариантты қайда деп талап етеді ғой. Яғни тек қазақшасын берсеңіз де, қазақшасы мен орысшасын қажеттілікпен берсеңіз де, немесе қазақшасы мен ағылшыншасын берсеңіз де, бұның бәрі талапқа сәйкес болып тұр. Тек қана қазақша бере саламыз. Ауылға барасыз ғой, мен ауылда істедім. Жарнама міндетті түрде екі тілде талап етеді. Жазса, маңдайшасында. Қазір олардан талап етпейміз. Оған текке шығын. Ол бәрін түсінеді, қазақшада түсінеді, сол жердегі орыстар болса, орыс тілдер дейікші енді. Сондықтан біз оған шығын емес, енді бір тілде міндетті түрде жазу. Жазады, екіншісін өзі біледі. Жаза ма, жазбай ма? Қалаларда енді жарайды, бір 2-3 тілде беріп жатар. Бірақ ауыл жерлерде, қазақи жерлерде оны мәжбүрлеу, басқа тілде жазу енді ол дұрыс емес. Кез келген көрнекілік құралы біздің ана тілімізде мемлекеттік тілде жазылса болды. Міндетті түрде, иә. Басқа тілде талап етіп жатса? Ешкім мәжбүрлемейді, екі тілде жаз. Бұрын біз мәжбүрлейтін тұғын, екі тілде болсын деп, енді мәжбүрлемейді. Құдайға шүкір, бізде өкіметтің айтуынша, бізде 90%-ға дейін қазір қазақша түсінеді дейді, біледі дейді, онда неге ауыстыра бермейміз, ақырындап деген мәселе ғой. Бәрі оқи алады, солай ғой. Мемлекеттік емес ұйымдарға қатысты. Қазақша оқиық дейміз. Мектептің деңгейіндегі сөздер ғой, маңдайшылар, рекламалар. Оны не үшін мәжбүрлейміз? Біз оны басқа елдің азаматтарын үшін емес қой. Бірақ егерде жаңағы кәсіпкер екі тілде жазам десе, жазсын, өзі біледі. Солай ғой. Біз қазір нарықтық заманда тұрамыз ғой. Ол бір жағынан бизнес немесе нарық өзі шешеді. Мен мысалы 5 жыл бұрын Түркістанда болдым. Түркістанда бүкіл жазбалар тек қана қазақ тілінде болды. Тек қана қазақ тілінде болды. Бірақ қазір қанаңызшы, бизнес түсінеді. Туристер мысалы Ресейден келеді, басқа жерлерден келеді, басқа мемлекеттерден. Және қазір бүкіл жазбалар 3 тілде, минимум 3 тілде. Өйткені қазір Түркиядан да көп туристер келеді, 4-ші тілі түрк тілі пайдаланады. Сол себебі менің ойымша ол мәселе емес, жалпы әрине бүкіл әлемде ең бірінші орында ол мемлекеттік тіл. Бүкіл жазбалар мемлекеттік тілде болу керек. Бірақ басқаларды бизнес немесе халық қоғам өзі шешеді. Клиент тарту бойынша, е. Сізге қиыншылық тудырмайды ғой? Тек қана қазақша жазылып тұрса, не жазылып тұрғанын түсінесіз ғой? Мен үшін әрине мәселе емес. Кейбір жазбаларды, мысалы аптеканы, мысалы дәріхана емес, мысалы аптека менің ойымша міндетті түрде ағылшын тілінде де жазу керек. Өйткені кейбір шетелден келген қонақтар ол денсаулыққа қатысты ғой. Олар мысалы дәріхана деген жазбаны түсінбейді. Менің ойымша кейбір жазбаларды, ол мысалы денсаулыққа қатысты немесе өте маңызды нәрселерді міндетті түрде ағылшын тілінде жазу керек. Дәріхананың өзінің эмблемалары бар, былай жазулары бар, содан ақ білмей ме? Жоқ, негізі қазір бүкіл әлемде, кейбір әлемде сондай нәрселер бар, кейбір жоқ. Сол себебі әріптермен де жазу керек. Ойыңыз түсінікті. Баршаға қол жетімді, баршаға түсінікті. Қазақша және ағылшынша жазсын деп жатыр. Орысша керек жоқ па? Қазақша жоқ, сұранысқа қарай жазуға болады деп отыр ғой, Яков. Жаңа айтып қалдыңыз, заң жобасы Сенатта қаралып жатыр ғой, 2 айдың төңірегінде бекітіп қалуы, мақұлдап қалуы әбден мүмкін. Сүйініш хабар күтеміз өздеріңізден. Бірақ егер бұл талаптарды орындамаған адамдарға айыппұл салады дейді. Айыппұл көлемі анықталды ма? Бұл жолы оны қабылдаған жоқпыз, бұл бұрыннан бері бар. Ол міне жаңа түсіндіріп берер, бұл әкімшілік кодексте 75-ші бапта
бұрыннан бері бар. Қанша айлық Оны есептік біз- көрсеткіш? Біз оны дұрыс қолданбай келе жатырмыз. Ол ескерту бірінші, екінші бір айыппұл. жылдан кейін бірінші Ешкімге ескерту, айыппұл салып жатқан егер естіміз сол жоқ. ескертуін жоймаса, немесе сол жаңағындай талапты бұзушылығы бір жылдың ішінде қайтадан қайталанса, екінші рет қайталанғанда бір жылдың ішінде, сол кезде жаңағындай айыппұл, оның жаңағындай көлемдері әртүрлі, жеке тұлғаларға қатысты, жеке кәсіпкерге, ірі бизнеске әртүрлі, бөлек-бөлек. 5 есептік көрсеткіштен басталады жеке тұлға, ары қарай бизнеске жоғарылай береді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауында қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналуда. Жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді деген еді. Осы ретте біздің бағдарламамызға скайп байланыспен Алматы қаласынан тағы бір спикеріміз қатысып отыр. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кіші ғылыми қызметкері Қуатбек Қонысбайұлы Дүйсенов. Қуатбек, қайырлы күн. Қайырлы күн. Естіп отырсыз ғой, бағдарламамыздың барысын тыңдап отырсыз. Сізді жақсы естіліп тұрмын, тыңдап отырмын бағаннан бері. Көрнекі ақпарат. Бұл жағынан айтатын болса, мәртебелі президентіміздің пікірімізбен толық келісуге болады. Себебі ана тіліміздің, мемлекеттік тілдің мәртебесі уақыт өткен сайын артып, оның тек қана мемлекеттік тіл емес, ұлтаралық қарым-қатынас тіл дәрежесіне де өсіп, соған жақындап қалды. Бұл ретте біз ғалым ретінде этнолог жобасының мәліметтеріне сүйенсек болады. Ол бойынша 1996 жылы әлемдегі ең көп 100 сөйлейтін тілдің ішінде қазақ тілі 93 орында тұрса, 2021 жылғы этнолог деректері бойынша қазақ тілі бұл көрсеткіште 89 жылға орынға көтеріліп, әлемдегі 100 ең көп сөйлейтін тілдердің қатарында швед тілі мен чех тілі мен қатар орналасып тұр. Бұл көрсеткіш өте қызық дерек, Қуатбек. Енді қараңызшы, біз заң жобасы туралы талқыладық қой студиямызда. Оның қабылдауына нелер себеп болды деп ойлайсыз, сіздің пікіріңізді білгіміз келеді? Бұл жерде көптеген факторлар бар. Ол біздің мемлекетіміздің тіл саясаты, мемлекеттік тілді білім беру саласында оқыту міндеті, және біздің Конституцияда 30 бабында бекітілген мемлекет тарапынан орта білім беру кепілденген. Яғни орта білімнің ішінде тағы да мемлекеттік тіл кіреді оқыту жүйесіне. Бұл жүйе бойынша бізде қазір 1990 жылғы туған балалардың бәрі сол бастауышынан бастап 11 сыныпқа дейін оқу тіліне қарамастан қазақ тілін оқып шыққан. Осы көрсеткіште әсер етіп жатыр. Сондықтан бұл заңның қабылдануы бір аптаның жұмысы емес, бір айдың жұмысы емес, бір жылдың жұмысы емес, бұл көптеген жылдар бойы жұмыстың нәтижесі деп есептеймін. Және бұл заң жобасымен істеген кісілердің еңбектері өте зор. Ал бұл заң жобасы арқылы тілге қатысты бірқатар проблемаларды шешуге бола ма? Заңның қауқары қандай? Әрине болады. Бұл тұрғыдан ең бастысы бұл заң тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңға өзгерістер енгізеді. Яғни біздің қазіргі белсенді тұтынушыларымыз солардың құқықтарын қорғайды. Олардың Конституциямен берілген ана тілінде ақпарат алу құқықтары қорғалады деп есептеймін. Қуатбек, сұрақ қойықшы. Жалпы қазіргі уақытта қазақ тілінің қолданысы сіздің көңіліңізден шығады. Солай ма? 90% сөйлейді деп отыр ғой. Бұл жерде қазіргі қолданысы көңілден шығады. Дегенмен бұл бағытта тоқтап қалуға болмайды. Бұл бағытта жұмыстар жалғастыра беру керек. Себебі біздің қазіргі қоғамымыз, біздің қазіргі өмір сүріп жатқан ортамыз лезде өзгеріп жатыр. Өзгерістер өте жылдам болып жатыр. Мәселен айтайық, осыдан 10-15 жыл бұрын біз интернет-банкинг дегенді білмейтінбіз. Ал қазіргі кезде интернет-банкинг ол өміріміздің ажырамас бөлігі. Сол сияқты тілге байланысты да талаптар өзгеріп жатыр. Мысалы, мәселен, қазіргі кезде жарнама туралы заң тек билбордтар, көшедегі жарнамаға қатысты емес, сонымен қатар интернетке де,
сонымен қатар әлеуметтік желілерде де басқа салаларда да көрініс тауып соларға да тарап жатыр. Бұл өміріміздің өзгерістерінің көрінісі және бұл жалғаса береді. Жақсы, бізбен бірге болыңыз, байланыс тікелей эфир барысында сұрақтарымыз болса тағы да қоя жатармыз. Берге Қуаттың сөзінен сұрақ туындап тұр. Жалпы интернеттегі, ғаламтордағы жарнамалар да осының аясына кіре ме? Жоқ, бұл бізде көрнекті ақпарат деген жазулар көзге түсетін. Ал интернеттегі телевидение, радио, жарнама ол бөлек заң. Жарнама туралы заңда көрсетілген. Ал интернет бойынша енді ол әлі бізде қарастырылған жоқ қой ондай бізде. Бұлай осы тіл туралы заңның 21 бабының 6 бөлігі көрнекі ақпаратпен қатар ауызша жарнаманы да қамтиды. Ауызша жарнаманы да қамтиды. Жаңағы біздің студия қонағының айтуына қатысты айтатын болсақ, енді бұл жерде біз электронды сауданы атап көрсетуімізге болады, интернет сауданың дегеніміз сол ғой. Бұл жерде электронды саудада осы заңмен реттеледі. Бұрын редакциясында мемлекеттік тілде және немесе орыс тілінде деп берген екен. Енді өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой. Немесе екеуінің біреуін таңдайды. Сол жерден бұл жерде заң шығарушылар, заң әзірлеушілер немесе деген сөзді алып тастады. Мемлекеттік және орыс тілінде әзірленеді. Бұл кірді осы заң жобасына. Енді жазбаша жарнаманың бәрі осы көрнекі ақпарат туралы заң жобасының аясында жарнама туралы заңға да өзгеріс енгізілді. Яғни жарнамада да бұл жерде жарнаманы көбінесе бизнес өкілдері береді. Әрине, сіз енді мысалы мемлекеттік орган жарнама жасайды деп айтпаймыз ғой. Бұл мемлекеттік емес ұйымның былайша айтқанда әдеттегі өзінің іс-әрекеттері. Сондықтан жарнаманың тілде де осы заң жобасы аясында мемлекеттік тілде бұл жерде көрнекі ақпарат, то есть көретін, көзімізбен көретін. Оның ішінде әрине сіз жаңағындай кез келген медиа құралдан да көресіз, немесе көшеден де көресіз жарнаманы. Мемлекеттік тілде қажет болған жағдайда орыс және немесе басқа тілдерде деп редакциямен өтті. Жақсы түсінікті. Оған мемлекет деп отырмыз, үкімет оң қорытындысын берді. Бұндай олқылықтарды көшеде байқасақ, сіздерге хабарласып шағымдансақ әбден болады, солай ма? Біздің тағы бір қонағымыз Қуат өз сөзінде айтып отыр, тіл қолданыс аясын әлде кеңейту керек деп айтты. Осы уақытта жұмыс істеп жүрген біздің елімізде мамандар жетерлік, соның бірі Төлеу Аймағамбетова. Енді сізді сөзге тартсақ, міне көріп тұрсыздар, менің қолымда осы Төлеу Аймағамбетова жазған бірнеше кітапты ұстап тұрмын. Жалпы осы кітаптар қалай жарық көрді? Бұл кітаптың жалпы халыққа, қоғамға пайдасы қандай, өзінен сұрайық? 50 жылдық тәжірибеңіз бар, тіл үйретіп жүрсіз, лингва коуч апамыз. Рахмет. Міне мынау отырған інішектердің бәрін Яшадан басқа бұрыннан танимын. Ол кісілер де мені білетін шығар, осы салада көп жылдан бері еңбек етіп жүргенімді. Енді бұл кісілер біреу мысалы үкімет тарапынан сөз сөйлесе, сол үкіметтің саясатын іске асырушы ретінде ғабең сөйлеп отырса, мен әдіскер ретінде сөйлегім келеді. Ал әдіскер ретінде сөйлейтін болсам, мынау бізде контент жетіспейді, ол сөздің шыны керек. Себебі қазір мынау өмірдің реалиясына қарасақ, мүлдем басқаша. Соның бәрін ескере отырып, әдістемемізде соған қарай ыңғайланып жасалу керек. Мысалы үшін бұрынғы алпамыс, әйтпесе ер төстік, тағалғы орыс тіліндегі колобок, Маша мен медведь, оның бәрі уже қалып барады. Қазір мына кішкентай 2 жасар баланың өзі гаджеттің құлағында ойнайды. Анан шұқылап отырып, өзіне керек жарағын тауып алады, рас па? Сондықтан бізде жаңағы сол гаджеттерден бала тілді үйренуі керек. Сол гаджеттерде қазақ тілінде қызықты контенттер болуы керек. Ал ол жағынан біз ұяттымыз. Ол жағы бізде ақсап жатыр. Ол бірінші. Сол себепте мен осы балаларға кішкене көмегім болсыншы деген ниетпенен мен 25 ертегі жаздым. Мына қазіргі заманға сай заманауи қылып келтіріп. Бірақ енді осыны шығаратын менің өзімнің оқушыларым көмектесті. Өз тараптарынан ақша бөліп берді.
Мінекей солар шығарып берді. Жаңағы 25 ертегімнің бәрін мынаған сыйғыза алмады. Себебі бала мына кітапты аударады, төңкереді, сүйреп жүреді. Сол себепті мұқабасы мықты болу керекті. Мұқабасы қалың болғаннан кейін ол әрине қымбатқа түседі. Оның ішіндегі иллюстрация, бірде-бір кітаптың парағы иллюстрациясыз болмау керек. Ал енді осы иллюстрациялардың бір-бір парақтағы бағасы керемет, 13 мыңнан. Сондықтан бұл әрине жаңағыны қалың қып шығарсақ, оны сатып алатын ата-ананың қалтасына да ауыр тиеді. Сол себепте маған жаңағы баспагерлердің айтқаны 5-еуден шығарайық деді. Сол себепте мынау сол ертегілердің бірінші 5 несі. Ішіңкі мазмұнына үңілсек. Ішіндегі мазмұнына үңілсек, мына жерде өзі ертегінің аты да айтып тұр, ауылдағы данагөй аталар мен әжелер. Міне бұл жерде жаңағы жас бала қаладан келіп, атасымен, әжесінен бірге жүріп, сөйлесіп жүріп, жаңағы табиғатпен танысады. Бұл 5-еу ақ мұндай кітап. Иә, одан кейін бұзауыз деген мадиярмен аңсар, орманға кіріп кетті, жаңа баланы арасында жаңа еңбекке баулып, ауыл шаруашылығына икемдеу дегендей мақсат жатты. Ержанат аяқ киімді дұрыс киюді қалай үйренді. Мейіріммен тіс щеткасы, мына жерде санитарлық, гигиеналық көзделіп отыр. Ормандағы аңдардың наурыз мейрамын күткені туралы деген сияқты осындай нелерді кіргізді. Ертегілер қайдан алынды? Ертегілер қайдан алынды? Өзім жаздым. Мына бір кітабыңыз қызығырақ. Бұл кітапта Ақбөпе. Екеуі де керемет. Бұл кітапта жалпы орыс тілінде берілген, орыс тілінде қазақы дәстүр, ырым тиымдар қалай қолдану керек, қалай айтылу керек. Қазір оны айтып өтем тағы. Мен жаңағы мынау біз өзіміз 100 жылдан бері біздің мемлекетіміз, осы Қазақстанымыздың өзі. 30 жылдан бері қақсап келеміз, мемлекеттік тілге көшейік, одан кейін көштік, одан кейін бәленінші жылы 90% сөйлеп шығамыз деп келеміз. Бірақ іс жүзінде шындықпенен жаңағы біздің алғы ұрандарымыз алшақ жатыр. Білдіңіз бе? Неге? Себебі не оның? Өйткені 100 жылдан бері біздің еліміз орыс тілінде сөйлеп келеді. Мінекей, мен өзім мысалы үшін айтайын, ата мен әжелердің 3-ші буынымын. Қазір мені 70-тен астым. Менің санам орысша сөйлеп тұр. Менің тілім, қазақшаны да сақтап келдім, білемін, оқыдым дегендей. Ал енді менен кейінгі балалар қазір қазақ тіліне бұрылады, бірақ әлі де болса, оның да санасында орыс тілі басымдау. Барлығы бірдей емес бірақ. Барлығы бірдей емес, Сол себепте. Төлеу ханым, мына кітапты қазір сюжеттен кейін жақсылап ашып айта жатарсыз. Бір солтүстіктегі жағдайды бір көріп алсақ қайтеді сюжеттен. Құрметті, Сіздер көрсетіп алыңыздар, соны қоса кетсем. Құрметті студия қонақтары, солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар секілді облыстарда қазақ тілінің жағдайы аса керемет емес екенін білесіздер. Осы мәселені шешу үшін Павлодар облысының тіл мамандары да жан-жақты жұмыс атқарып жатыр. Тіпті көшеде жабыстырылып отырған QR код арқылы да кез келген адам өзінің қазақшасын дамытуға мүмкіндік жасап отырған көрінеді. Ендеше бейнематериалға назар аударайық. Павлодарда қала тұрғындарына қызмет көрсететін мекемелерде арнайы кодтар бар плакаттар орналастырылды. Сол арқылы оқу материалдары бар сайтқа кіруге болады. Ана тілі орталығында павлодарлықтар өздерінің қазақ тілін меңгеру деңгейін жақсарта алатын әдістеме әзірленген. Орталық директоры және оқулық авторы Шолпан Кенжикованың айтуынша, жобаны құрастыруға 1,5 ай уақыт кеткен. QR-код арқылы өзіне сол жерде бір жерден хабардар болады, бір жерден өзіне алатын мағлұматын, мәліметін алады. Екінші, тағы да айтып кететін жағдай, ана жерде электрондық келіңіздер қазақша сөйлесейік деген оқулықта берілген. Яғни оқулығы бар, мобильдік қосымша бар, интерактивтік тапсырмалар, сосын тілдік модельдер әр салаға байланысты өзіне алып отырады. Мемлекеттік тілді үйренуді бастау үшін ұялы телефон камерасы мен плакаттағы QR-кодты сканерлеу қажет. Содан соң оқу материалдары орналастырылған ана тілі орталығының сайтына өту ұсынылады. Пайдаланушыларға тіркелудің қажеті жоқ. Сондай-ақ азаматтар мобильді қосымшаны да жүктей алады. Материал қазақ тілін жаңадан үйреніп жүргендерге арналған. Мобильді қосымшаға аударма, оқыту курстары, тренингтер мен семинарлар енгізілген. Бүгінде Павлодарда QR-коды бар плакаттар сауда үйлеріне, қонақ үйлерге, вокзал мен ірі мекемелерге жабыстырылды.
Хабарымызды жалғастырамыз. Сюжетті көргеніміздей, еліміздің әр өңірлерінде қазақ тілін насихаттау жалғасып жатыр. Осы ретте өзіңіздің қосарыңыз бар. Мен де қоса кетейін. Мына жерде президенттің жарлығына сәйкес Білім және ғылым министрлігі тіл саясат саласындағы орталық мемлекеттік уәкілетті орган болып табылады. Қазіргі кезде Білім және ғылым министрлігі тіл саясаты комитетінің тарапынан ересектерге және балаларға арналған, біз балаларға арналған медиа контентті айтып отырмыз ғой. 11 тіл үйрету IT жобалары жұмыс істейді. Оның ішінде балаларға айтатын болсақ, бала тілі KZ деген біздің веб жүйеміз балалар арасында кең таралған. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір орталық мемлекеттік органдар ұлттық жобалар әзірлеп жатыр. Ұлттық жоба, сол ұлттық жоба қазір кезде үкіметте қаралуда. Сол ұлттық жобаның аясында ұлттық рухани жаңғыру жобасының қоса орындаушысы Білім және ғылым министрлігі. Соның аясында үкімет тарапынан IT жобалар әзірлеу жөніндегі арнайы жоба қолдау тапты. Соның аясында жаңа төре апамызды айтып отырғандай, балаларға арналған әртүрлі медиа контенттерге қолдау бар. Кітаптарға да қолдау тауып қоймайсыздар ма? Енді осы ғой, жаңағындай медиа контенттерге ол сөйлейтін ойыншықтар болуы мүмкін, ол басқа да нәрселер болуы мүмкін. Оған үкімет тарапынан қолдау тапты. Ұлттық жоба алдағы уақытта қол қойылады деп, ұлттық жобаға қол қойылады деп жоспарланып отыр. Сол кезде бұл жоба жүзеге асатын болады. Мына 5 кітап ертең 100 кітап болып шығуы 100 кітап болып шығады, 1000 дана болып шығады, одан да көп шығады. Алла жазса осының бәрі болады. Содан кейін әртүрлі жобалар бұл жерде іске асатын болады. Сонымен қатар қазір барлықтарымыз ақпараттық өрістен байқап отырмыз ғой, ақпараттық кеңістіктен, дұрыстап айтқанда қазақ тілінде. Ақпараттық кеңістіктен мына өздерімізді естіп қуанып отырмыз. Жуырда ақпарат министрлігі де балаларға арналған жекелеген телеарналарды қазақ тілінде сөйлетпек екен. Бұл да балаларға арналған медиа контент қой. Әрине, жақсы жұмыстар жүріп жатыр үкімет тарапынан. жаңалықтарыңызбен бөлісіп отырсыз ғой. Төле абай күлдіңіз ғой. Ғабекеңнің енді біз өзі негізі бар ғой, төзімдіміз. Мұғалимат. Ана не берген уәденің бәріне өзіміз тойып жүре Бұл береміз. уәде емес, іске Осы асырылатын. уақытқа дейін тойып келген адамның бірі менмін. Бірақ Енді бүгін өзіңіз жақсы лебіз естіп, әлде осы үмітімізді ұлттық жоба аясында бұл IT жобалар ал іске асатын енді болады. жаңағы айтайын дегенім сөзімді жалғастырайын. Міне жаңа 100 жыл бойы біздің мемлекетіміз, халқымыз орысша сөйлеп, орысша ойлап келді. Енді былай менің алдыма келетін, өзі мен жарнама жасамаймын, әлгі сарафанная молва дейді ғой, солар арқылы келген оқушылардан бас ала алмаймын. Мінекей, сонда менің байқағаным бәрінің де несі алыстап кеткен, анау біздің мәдениетімізден алшақтап кеткен. Кім? Мынау қазақ тілін үйренем деген әрбердесін өзіміздің қазақтар. Білдіңіз бе? Мына басқа ұлтты былай қойғанда. Одан кейін оның ішінде ділі бөлек. Кейде жаңағы жігіттердің, қыздардың келіп айтып отырған сөздерін естігенде жылағың келеді. Бір жігіт келді, керемет, шетелде оқыған, Оксфордты бітірген. Мені дейді, бастығым сізге қазақ тілін оқы деп жіберді дейді. Мен айтам, бұрын неге оқымадың? Ну, я считал это ненужным для себя дейді. Ал енді қазір неге келдің? Сосын айттым, бүгін бірінші сенің тапсырмаң саған, үйге беретін тапсырмаң. Руыңды білесің бе? Руыңды білесің бе? Білмеймін дейді. Мне это не нужно дейді. Ал енді сен осыны зерттеп деймін, ата-анаңнан сұрақ, да у меня и родители не знают. Ендеше сенің ата-анаңның туған туыстары бар шығар, ағайыны бар шығар, солардан сұрастыр деп. Ертеңде келіп тұр, күлкілі жағдай, бірақ жылауға азақ қалдым, я, оказывается, Найман дейді. Енді қараңызшы жауабының өзі. Міне, осындай бізде жастар өте көп, өте. Сосын соларды тыңдап отырып, менің ішім ашыды. Қандай білімді, қандай керемет университеттерден білім алып деген. Бірақ оның санасы ағылшында сөйлеп тұр, қала берді орысша сөйлеп тұр. Қазақ тілінен алыс жатыр. Міне, соларды өзінің төл мәдениетіне, өзінің туған тіліне аудару үшін мен мынандай әдістемелік құрал шығардым. Бұл 3 кітаптан тұрады. Поздравляем на казахском деп, аналардың көзіне түссін деп солай орысша атадым, бірақ 2 тілде жазылған. Иллюстрациясы бәрі жақсы. Бұны маған шығаруға көмектескен бизнесмен, өзімнің оқушым Ерлан Оспанов деген азамат. Бұл неше дана?
1000 дана қылып шығарып берді. Былтыр мен 70 жылға толған, маған жасаған сыйлығы болды. Ал енді бұның ішінде айтатыным, мынау бірінші кітапта тек қана балаға қатысты тойлар. Жарыс қазан, шілдехана, бесік той. Төлеу ханым, сіз деген министрлерге қазақша үйретіп жүрген бірден бір коуч маман емессіз ба? Иә. Қалай, нәтиже бар ма? Әрине бар. Бар. Сөйлейді. Мынау неменен қазақша бір-бірімізбенен хат алмасамыз бар. Бірақ ол маған да жақсы болар еді. Ол кісілер мысалы үшін не беріп жатса, келісім беріп жатса. Мен жаңағы осылай осы кісіден қазақ тілін оқып жүрмін десе, маған керемет жардама болады ғой. Бірақ ол кісілер мынандай көпшілікке шығуға ұялама, намыстанама бас тартады. Қанша уақыттың ішінде тілді үйреніп ала алады емін еркін? Енді ол деңгейіне байланысты. Мысалы үшін күнделікті ауыз екі ғана сөйлеп, дүкендегі қажетін өтейім десе, поштаға барып, тағы да бір басқа жерлерге, көпшілік жерлерге барып, сол жерде өзінің қажеттілігін өтейім десе, соны бір 2-3 айда үйреніп алуға болады. Сіз айтасыз, қазақ тілін орыс тілі арқылы үйрету керек деп неге? Қазір айтам. Сосын ал енді одан тереңірек білгісі келсе, оған да әдістемен бар. Грамматикадан өткізіп алам, бастан аяқ база. Сосын жаңа грамматикалық неге сүйеніп отырып, мен оны кітап оқуға шығарам. Кітап оқудан ол қандай машықтарды үйренеді? Мына кітаптың ішіндегі ақпаратты, это орысша айтқанда извлечение информации дейді. Соған үйретем. Содан кейін өз бетінше оқуды үйретем. Өз бетінше оқып, осының ішінен өзіне қажетті ақпаратты іріктеп алатындай неге келтірем. Бұл екінші. Енді жаңағы уақыт тығыз шығар. Сағатқа да қарап қойып жатсыздар. Сол себепті жаңағы сұрағыңызға жауап берейін. 100 жыл бойы біздің еліміз, тағы да қайталап отырмын, орыс тілінде сөйлеп келді. Санасы, ділі, тілінен басқа, ділі де басқа мәдениетте, басқа менталитетте жүр. Соларды көріп, қандай азамат, қандай жігіттер ағылшын тілінде, орыс тілінде ағып тұр. Шіркінай, осылар қазақ тілінде неге сөйлемейді? Деп жаңағыда ептеп сөйлесіп сұрастырсам, біреу қиын дейді, біреу әдістеме жоқ дейді. Енді түрлі сылтаулар айтады. Сонда қарап отырсам, өзінің мынау мәдениетінен алшақтап кеткеннен кейін, мынаған несі жоқ, құлқы жоқ. Сол себепте сол құлқын ояту үшін, ынтасын ояту үшін, қызығушылығын ояту үшін мен осы кітапты жаздым. Әуеле жаңағы қазір өзі сөздің шыны керек. Қазақ тілінде тілек айтқанды жақсы көреді. Мынау балалардың несін арналған, толығыменен. Екінші кітабым осы февраль айында шығады. Мынау некеге қатысты бастан аяқ жаушы жіберіп. Ол кітабыңыз шыққан соң осы жерде тек таныстырылымын өткізді. Үздіксіз шыға берсін кітаптар. Енді біз тоқ, біттік, тындық деп құршыппен ауыз сүртпейміз. Жағдай жаман емес. Бірақ сіздің бір сөзіңізбен қосылуға болады. Қазақ тілді контенттерден яттымыз деп қалдыңыз. Осы пікірге Яков та қосылады сияқты, солай ма? Иә, әрине мен келісемін. Бізбен бірге тіл комитетінің өкілі отыр. Сол себебі ашық айту керек. Расында бізде контентпен мәселелер өте көп. Мысалы, әрине менде күмәнім жоқ. Мемлекет өте көп жұмыс жасайды. Бірақ бізден тіл үйренетін адамдардан сұрамайды. Бізге бұл контент қызық па, қызық емес па? Өйткені мысалы балалар қазір телеарнасы немесе QR мен интернетке кірмейді ғой. Олар YouTube-тан шықпайды. Сол мүмкін бұл контент жасаған, бірақ ол кент таратқан емес, өйткені ол балаларға әлі қызық емес. Жасап жатырмыз, атқарып жатырмыз деп айтады, бірақ ол пайдаға асып жатқан жоқ. Формальды түрде жасап жатыр, бірақ расында қызық контент жоқ әлі. Өйткені тек қана контент емес, зерттеуін жасау керек. Бұл контент, мысалы, немесе методика, ол жақсы ма, жақсы емес па? Мен үшін, мысалы, осындай ұстаздарға, мен осындай ұстазға алғысым шексіз. Өйткені бізге, мысалы, тіл үйренетін адамдарға осындай методикалар керек, осындай кітаптар керек. Сол себебі мен расында таң қаламын, неге мемлекет осындай жобаларды қолдамайды. Қолдайды деп айтып отыр ғой. Тағы бір сөз айтып кетейін. Мысалы үшін, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, контент өте бай болуы керек. Мынау тілді негізі 3 жасқа дейінгі бала 3000 сөз меңгеріп алады. Қай тілде болмасын. Сондықтан мен оны жаңа шығатын тіл, қазір қазақтың да, үндістің да тілі
қай ортада жүрсе сол тілде шығады ғой. Біздің қазақтың балаларының тілі орысша шығып жатыр, иә? Мысалы үшін. Сонда біз неге сол орысша шығып жатқан тілді контент арқылы қазақша шығатындай қылмай, сондай жағдай туғызбаймыз. Білдіңіз бе? Ол бірінші. Екінші мынандай фактор бар. Жаңағы бала жас кезінде тілді тез меңгереді. Сорып алады бойына. Тартып алады, құлағынан естиді, шешесі оны жүзулейді, жығылып сүрініп үйреніп, жаңағы 3 жасқа келгенде тамаша сөйлейді. Тіпті сөйлемнің өзін дұрыс құрастырады. Міне, осы табиғи факторларды ескеру керек контент жасағанда. Үшінші, мынау нелер психологтар айтады, иә? Мына 3 жасқа дейін дейді, тіл толығымен қалыптасып болады дейді. Ал физиолог ғалымдардың айтуынша 1 жастан 9 жасқа дейінгі аралықта бала ең тіл үйренетін керемет феноменді тұлға дейді. Жақсы, Яша деп өзіңіз еркелетіп отырсыз ғой. Жақыптан сұрайықшы, Жақып аз сөйлеп қалды. Менің елім, менің тілім деген қозғалыс бастады жақында. Жақсы екен. Сол қозғалыс туралы айтып беріңізші сосын кейін. Қысқа уақытымыз. Қысқа мен айтамын, әрине қазір тіл үйренетін адамдарға көмек керек. Сосын менің ойымша біз қазақ тілді және орыс тілді қоғамымызды біріксек, осы мақсатпен біз мақсатқа жетейікші. Бірікпей жатыр ма қазір? Иә, қазір ұсыныстар өте көп. Мысалы, сіз сияқты ұстаздар шығады. Егер жақсы методикалар болса, біз видео сабақтар жасаймыз. Сосын тағы қызық ұсыныстар әлі келе жатыр. Біз қазір әрине біз саясаткер емеспіз, бізде көп ақша жоқ, бірақ бюджетсіз де, ақшасыз да көп жолдар, шешетін жолдар бар екен. Сол тағы бірнеше акцияны ұйымдастырайық. Өзіңіз сияқты өзге тіл өкілдерін жинап, үйретіп жүрсіз? Тек қана өзге ұлттар емес. Үйренуге ниеті бар адамдардың барлығы. Сосын мен бір ауыз сөз қосып кетсем. Жаңа сіздің сұрағыңызға ақыры жауап бермедім. Не себепте сіз орыс тілін қазақ тілін үйретуші құрал ретінде пайдаланасыз деп. Иә, сіз дұрыс айттыңыз, мен орыс тілін жаңағы санасы, тілі орыс болып кеткен, немесе басқа мәдениетте жүрген адамдардың мына орыс тілі арқылы үйретемін. Себебі, мына ол неде де дидактикада да бар, жаңағы психологияда да бар. На имеющемся опыте учить. То есть, өзінің тәжірибесіне сүйене отырып үйрету, салыстырмалы форматта үйрету екінші тілді өте тиімді және өте жеңіл түседі. Жақсы, айта кетейік, контентке байланысты 2020 жылдың ортасынан бастап үкімет тарапынан балапан телеарнасының 80% кемінде контенті мультфильмдер болу екендігі, болу қажеттігі міндеттелген. Және де бұл жерде қазір YouTube-ты қарайтын деп айтатын болсақ, олар ол жағында балапан телеарнасы YouTube-пен де тиісті шарттарға отырып, өйткені олардың құқықтарын сатып алу керек қой, интернет желісіндегі. Онда қазақша болу жағында жұмыс жүргізіп жатыр. Сонымен олар орналастырып та жатыр. Сонымен қатар жаңа мен айтып отырған ұлттық жобада, ұлттық рухани ұлттық жобасының тіл саясатын іске асыру кіші жобасы аясында ақпарат министрлігі тарапынан YouTube-та балаларға арналған анимациялық фильмдерді орналастыру шарасы көзделіп тұр. Енді әртүрлі тіл үйрету құралдары, бұл бағыттарда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Білім және ғылым министрлігінің үйлестіруімен барлық өңірлерде ауызша сөйлеу клубтары ашылып жатыр. Бұл жұмыстар жүріп жатыр. Әрине алда да істейтін жұмыстарымыз көп. Сонымен қатар бұл жұмыстар YouTube-та да жағында әртүрлі клубтарда жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар енді бізде содан кейін бір нәрсені ғана өте жақсы қозғалыс екен. Бюджетім аз дейді бірақ. Жоқ деп мүлде. Керек емес. Содан кейін жаңа айтып отырмын ғой, әртүрлі ауызша сөйлеу клубтары жүріп жатыр, тәлімгерлік клубтар құрылып жатыр. Бұл жұмыстар жүріп жатыр, алда да істейтін жұмыстарымыз көп. Сонымен қатар енді мынау тіл үйрету әдістемесін айтатын болсақ, Білім және ғылым министрлігі қазірдің өзінде арнайы оқулықтар жасалған. Енді алдағы уақытта қазақ тілін оқыту әдістемесі жаңа әдістемеге сәйкес
қазақ тілін, қазақ мектеп сыныптары болсын, қазақ тілді емес класстар болсын, соларға арналған оқулықтар жаңа әдістемеге сәйкес әзірленіп Ғабит мырза, жұмыстарыңыз, жалпы жұмыстарыңыз қағаз жүзінде емес, іс жүзінде де нәтижелі болсын деген біз тілек айтамыз. Тоқсан ауыз сөзді тоқтатайын, Берік аға. Мемлекеттік қызметке мемлекеттік тілді білу талабын қойып отыр ғой. Өзге ұлт өкілдерін де жұмысқа тартып жатыр, қазақ тілінің әлеуетін арттырады деп нәтиже беріп жатыр ма? Бүгінгі күні біз енді осы заңды қабылдап жатырмыз, мәжіліс. Жалпы басқа мәселелер, ол былайша айтқанда бұл ондайды біз жасамауымыз керек еді. Бұл 30 жылда міне жаңа Төлеу ханым айткендей қаншама қаражат бөлініп жатыр, миллиардтап бөлініп жатыр қазақ тіліне. Қаншама оқу орталықтары бар өңірлерде. Оған мұғалімі бар, оған күтіп ұстауы бар, оған мемлекет қызметкерлерді жібереді, топырлатып, олар оқиды, сертификат алады, жұмыстарына қайтып келеді. Бірақ әлі нәтиже жоқ. Жақсы, рахмет. Пікір білдіргеніңізге бағдарламамыз аяқталған жоқ. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсылықта жолығайық.